программам сен араңардан шыққан проблемалар түсірген программа. Ергемне керек, суға су керек, таза су керек, жақсы жол керек, өшпеген свет керек. Ерге açık айқын қызмат көрсеткен жерлерде мемлекеттік қызмат керек, мемлекеттік билік керек. Жердің астында дағы, үстінде дағы таза суымыз бар, мөңгілеріміз бар. Ошол мезгилде 55%га жакын айылдарыбыз таза суу менен камсыз болгон эмес. Кудайым болду, эл колдо президент болуп калсам, 5 жылда кыргыз мамлекетибизди бүт айылдарын шааланып камсыз кылып берем, урматтаган туугандар. Бул таза суу деген, бул биздин балдарыбыздын, жалпы биздин элибиздин ден соолугу. Көп жерлерде эмне кетип атат? Жер бар, бирок суга суу жок. Мына программа түздүк. Программа ирригация деген. 10 жылдын ичинде биз 65 000 гектар жерде өсүрөбүз. 50 000 гектар жерди биз сугатын жакшыртабыз. Көчүрө баштайбыз, жаштарды ошол айыл түзөбүз. Биз буну менен 10 жылда 243 000 жумуш орун камсыз кылабыз. Biz biznesке, ишкерлерге жол ачып беребиз. Эч ким тийбей тургандай. Жер-жердеги өндүрүштү мамлекет тарабынан колдоп колго алабыз. Менин максатым өзүм мугалим болуш дегеним, кыргыз мамлекетинде эң көп айлык алган бул мугалим болуш керек, урматтаган туугандар. Мугалим сырттан акча издебеш керек балашкан багам деп. Аны мамлекет камсыз кылыш керек. Ал биздин келечек балдарды окутуп тарбиялаш керек. Врачтардыкын буюрса аяка карайбыз, спортко, маданиятка, укук коргоо органдарына да мына айлык аз. Эмне үчүн коррупция көп дейт? Айлык аз. Буларды да карайбыз. Урматтаган туугандар. Мен Кыргызстандын келечеги үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн, көп улуттуу Кыргызстан элинин келечеги үчүн күрөшүп атам. Мен өмүр бою таза иштеп келдим. Менин күрөшүм азыр. Кыргызстанды дагы башка жолго салабыз. Демократик жолдон бурабыз. Таза коом болбосун, Кыргызстан өнүкпөсүн. Келип алып, отуруп алып, сырттан кыргыз бийлигин башкарабыз. Кыргызстандын байлыгын башкарабыз деген мен күрөшүп атам азыр. Коррупцияга катуу күрөш болот. Биз Кудайдан коркпагандарды мыйзамдын күчү менен, мамлекет бийликтин күчү менен буну тамыры менен үзүш керек биздин мамлекеттен. Болбосо биздин мамлекет келечегине бул абдан чоң коркунуч. Бийлик элге таянмайынча, эл бийликке таянып чогуш кылмайынча эч качан өнүгүү болбойт. Таза бийлик, таза коом түзгөнгө мен бүт мына күчүмдү жумшайм, урматтаган туугандар. Чем дальний родственник, лучший ближний сосед. Мы будем развивать свои отношения с нашими соседами, с нашими братскими странами. Но главное направление, главный приоритет, если я стану президентом, если вы поддержите, главный приоритет во внешней политике будет это Россия и страны Евразес. Вот недавно мы решили по пенсии, мы встречались, главы правительств, заседание в РАЗЕС, в Казани, в Астане было. Мы поставили насчет пенсии, по 20-25 лет работают в России, не могут получить пенсии. Нету соглашений, нет основы законодательной. Мы уже решили, и на пенсию тоже будем выходить как граждане России. Но остались сроки, когда будем вводить.
Эта система уже работает в странах Евразес. Мы говорим с 18 года, они говорят с 19 года. Этот вопрос тоже решается. Главный приоритет во внешней политике будет это Россия. Наши соотечественники, которые работают в России, имеют такие же права на трудоустройство, как и граждане России. Русский язык останется официальным языком. Этот язык – язык дружбы, окно в мир знаний. Алысқы туғандан жақын қоңшы. Ең негізгісі мына шекара мәселесі көп жылдан бері болып жатқан шешілді. Бұл чоң жетіскендік. Екі президенттің жақсы мәміледе болғаны. Біздің өкіметтің ақырғы бір жылда 15 жолы шекара бойынша комиссияларына жолығып іш алып бардық. Бұл 5 жылда болған емес, құрметті ағайын туғандар. Шекараны шештік. Бұдан нарыдағы қоңшы мемлекеттермен біз мәмілені бекемдейміз. Шүйді нарын таласта, көлді қатты сұра берішті, бакиевте болбайсыңар деп. Ашық айтайын да, андай болбой тұрматты ағайын туғандар, андайға жол бермейміз, адам Құдай сақтасын. Билік деген көбіне бай үшін керек болса, біз үшін билік бұл ата жұртқа, елімізге, мемлекетке қызмат қылыш. Мен бұл жүктің орын жақсы білем, жауапкершілігін жақсы білем, үшін өмір бойы мемлекет қызматта келатам. Усубалиев менен, Масалиев менен, мына Шыңғыстыров Айтматов менен чоғы депутат болып, мен деген қиындарын батасын алғамын. Анан Құдай сақтасын, андайды мен айтпадым сөзінде, андай болбой тұрматты ағайын туғандар. Елге емне керек? Елге ең бірінші таза, ағыш деген, еліне чин ниеті білен мәміле қылған, қалыс елін, мәмлекетін өзінің қызылшынан жоғыр қойған билік керек, құрметті ағайын туғандар. Анан кейін іс жүре бастайды. Мен уәде берем, Құдайым қолдап, бел қолдап, президент болып қалсам, ақ, таза, қалыс, мен сіздерге іштеп берем. Аны үшін менің құрметті ағайын туғандар, білімім, тәжірибем, дараметім, ар-намысым жетеді. Маған шеңгіле, жүкті көтеріп берем, мен құрметті ағайын туғандар. Көтеріп келгенім. Жээнбековқа добушыңды бер. Номер 9.